Өзімнің ойымды айтқым келеді. Қазіргі күн тұрғысында Кемел Ақышевтің тұлғалық рөлі қандай? Біз ол азамат арқылы нені аламыз бүгінге? Енді оның жасаған жұмысы көп. Алтын адам тапты, тапқаны рас. Алтын адам арқылы біз мақтанамыз, өйткені біздің ұлы дала өркениеті қай уақытта пайда болғандығы ол белгілі бір кезеңге келіп тіреді. Қазір біз сыртқы саясатты қарап отырсақ, Қырымда табылған алтын адамдар қазір Голландияда өткен көрмеден кейін шын мәнінде үлкен дауға пайда болды. Өйткені оны Голландия Украинаға тиесілі екендігін мойындап жатыр. Былай қарап отырсақ, бізде бұндай жағдай жоқ. Өйткені бізде табылған алтын ол өзімізге. Енді бұл ретте менің рөлім қандай? Мен 2013 жылдан бастап ғылым комитетінде жұмыс жасадым. 2014 жылы ұлттық музейді ашу туралы тапсырма келді. Басында бір жыл деді, кейін тездетіңдер деді. Осы кезде Алматыдағы алтын адамдарды көшіру мәселесі маған жүктелді. Мен тарихта білеміз, 2-3 алтын адамды білеміз. Бірақ көшіретін кезде біз депозитарий жасадық, сан есептедік, сөйтсек тарихта алтын адам 6 екен. Кейін бұл көбейді. Сонда біз өзіміздің қолмен 5047 штук алтын бар, олардың саны бар, барлығын ұлттық музейге өткізіп бердік. Бұны инвентаризация сол кезде ұлттық музейдің қорына бердік. Дәл осындай жағдайда біз алтын адаммен шын мәнінде еліміздің территориясында бұндай көп екендігінде ол кезде ұржар қаншайымы да болды, реставрация жатты, осындай жұмысты атқардық. Ал Кемел Ақышев туралы мен 2002 жылы Балғасын мұнарасы атты үлкен ғылыми жұмыс болды. Кейін 2003 жылы мәдени мұраға бұны тіркеттім. Ол кезде Иманғали Нұрғалина хат жазып, ғылыми жұмыс ол кезде мектеп қабырғасын жазып жүргем. Кейін бұл үкіметтің қаулысымен шықты, қаражат бөлінді, зерттеу жұмысы басталды. Әлкей Марғұлан атындағы археология институты ол кезде Ерболат Смағұлов деген жігіт. Археолог келді, бірге жұмыс жасадық. Содан мен айтам ғой, тарихшылардың ішінде археологиядан этнографиядан өтпеген адам, бұл тарихшы емес, мен кейде айтып қоям әңгімелеп. Кейін мен Әжіғалидің экспедициясында болдым. Бірақ бұл кісілерден бәрібір өткен ұстаздары туралы, археология атасы туралы, Әлкей Марғұлан туралы, Кемел Ақышев туралы ақпараттарды естідік. Бұл ақпараттарды есту шын мәнінде қазіргі күн тұрғысында не береді? Бұл жастарға біріншіден біздің археологиямызда із қалдырған осындай ғылыми мектептің шоғырында тұрған азаматтардың ойлы ұстанымдарын әрі қарай жалғастыруға бұл үлкен мүмкіндік береді. Біз көп жағдайда атамыз, отырарды таптық, бозоқты таптық. Ал шын мәнінде бұл қалалар табылғанмен, Алтын Орда кезеңінде 120-дан астам қала болды. Әлі көбісі бұл көміліп жатыр. Кемел Ақышев жоғалған идеологияны тапты, жойылған мәдениетті қалпына келтірді. Одан кейін білеміз, бұл қираған қаланы да қазір қайта тұрғызып жатыр. Бұл кісінің идеясы, жасаған еңбегі, ол қазір бізге міне бозоқты қайта жасап жатқандығы, ал Сәтбаевтың Астанаға Ертіс каналы арқылы су бөлгені, бұл игілік қазіргі қоғамның көріп отырғаны. Мына мемлекет осы ғалымдардың игілігін бүгінгі таңда көріп отыр. Ендігі біздің болашақ. Бұл табылған қала отырар болсын, бозоқ болсын, біз әрі қарай бұны туристік кластерге айналдыру. Ең үлкен мәселе. Бүгінгі жиналған қауымның да түпкі ойы Кемел Ақышев арқылы біз оның бүгінгі рөлі, жәдігерлерін қалай біз келешек ұрпаққа жаратамыз. Егер біз бозоқты туристік кластерге айналдыра алсақ, бізге инвестиция келетін болса, сырттан келіп мәдениет арқылы белгілі бір байланыс, мемлекетке де белгілі бір экономикалық тиімділік түсіп жатса, бұл кері байланыста халыққа қайтарым болады. Халықтың әлеуметтік экономик жағдайы нығая түседі. Ал енді Кемел Ақышев атында қазір мектеп бар екенін жақсы білеміз. Әрине бұл белгілі бір тұлғаны, енді тарихта тұлға көп, бірақ біз қазір мемлекет тарихи институты тарихи тұлғалардың рөлін қоғамдағы бағалау бойынша қазір белгілі бір өлшемшарттар жасауға кірістік. Бір 6 айдай уақыт болды, әлі жасап жатырмыз. Әрине бұны жасау оңай емес, бәрі кіргісі келеді тарихқа. Бірақ бұны біз қазіргі мына қоғамдағы тарихи тұрғыдан кіретін тұлғалардың белгілі бір өлшемшартын жасап шығарамыз. Бұл арқылы менің айтпағым, Кемел Ақышев мектептен атауы берілуі, бұл келесі ұрпақтың сана сезімінде археология ғылымына деген жаңа бір ұрпақтың тартымын тудырады. Конференция өтеді.
оның тағылымы бір жинаққа шығуы мүмкін. Бірақ біздің мақсатымыз бұны жас ұрпақтың санасында, археология ғылымы бізде даму керек, бізде осындай қала арқылы инвестиция тартылу керек. Бұндай жәдігер арқылы біздің мемлекеттілік идеясы ұзақ мерзімге жасағандығы туралы да біз пайымдарды қайта жаңғыртуға тиіспіз. Егер біз екінші құрылтайда президенттің сөзін қайта айналып қарайтын болсақ, ол жерде екінші басымдықта ол кісінің айтқаны археология институтын қайта жандандыруды айтты. Одан кейін археология депозитарияларын қазір қайта жасап жатыр. Бұл дегеніміз табылған Қазақстандағы археологиялық жәдігерлердің есебі болу керек. Өйткені біз 2010 жылы, музейді ашатын кезде 2010 жылы Америкаға барған ескерткіштерді іздестірдік. Ол археологтардың қолында кетіп қалған, үйінде жатыр. Тізім бар, бірақ қайда енді ескерткіштер? Дәл осындай инвентаризация сол кезде жүргізіліп, түгенделді. Енді президенттің айтып жатқаны барлық табылған заттар изучение жасалғаннан кейін мемлекеттік мұражайға беріледі, бірақ берілмей тұрып, ол инвентаризацияда тұру керек. Сол кезде біздің Қазақстанның бүтін мәдениетін түгендеуге, өйткені мәдениет арқылы адам кері байланысты ұлттық кодты насихаттай бастайды. Осындай дүниелерді қайта түгендеуге үлкен мүмкіндік береді. Енді мен археология ғылымын айтқан кезде тағы да еске түсіргім келеді. Кемал Ақышевтің бұл ғылыми мектебі бар, әрі қарай жасап келе жатыр. Бұл өздеріңізбен, оның рухы әрдайым осындай жас ұрпақпен де, белгілі бір көзін көрген азаматтармен де, шәкірттермен де құнды болып табылады. Бұл туралы ғылыми еңбектер басқа қырынан жазылу керек. Біз көп жағдайда оның белгілі бір адами қасиеттерін айтып жатамыз. Мүмкіндігінше адами қасиеттерінен гөрі енді әрі қарай біз методологиялық жұмыстарына көп зейін аударуымыз қажет деп мен ойлаймын. Мысалы, Бозоқ қаласын қарасақ, бұл кісі Бозоқ қаласының сол жерде отырықшылықпен айналысқан деген бір ұстаным жақсы айтты. Демек біздегі мына советтік кезеңдегі методология бізге көшпежілерді біз өмір бақи көшіп жүргендей көреміз. Ал шын мәнінде Бозоқ қаласындағы отырықшылықтың дамуы бұл жерде отырықшылық мәдениет болғандығын көрсетіп жатыр. Сондықтан біз бұл фрагменттерді, бұл методологияны қайта қазіргі күн тұрғысында, тәуелсіз Қазақстан күн тұрғысында қайта жасақтау қажет. Бұған мен өзімнің атынан да, мына мемлекет тарихи институтының ғалымдарында қазір осыған шоғырландырам деп жатырмыз. Жаңа тәуелсіз Қазақстанның методологиясын жасақтау. Бұл тарих тұлғасынан, бұл белгілі бір тарихи предметтерді, белгілі бір қалалар тарихы бойынша да түсіндірмелер болуға тиіс. Мүмкін біз бұны нашар жасармыз, бірақ біз бұны белгілі бір кезеңде шыңдауға мүмкіндік аламыз. Бір бастама болу керек, әрі қарай жалғасы болады. Сондықтан құрметті әріптестер, бүгінгі кешке